деген тек білім беруші ғана емес, шәкірттердің ой өрісін, білімге деген көзқарасын қалыптастыратын тұлға. Ұстаз болу жүректің батырлығы, ұстаз болу сезімнің ақындығы, ұстаз болу мейірімнің гүл шуағы, азбай тұғын адамның алтындығы. Білім кез келген елдің дамуының негізі. Қазіргі таңда әлем қарқынды өзгеріп, жаңа технологиялар білім жүйесіне еніп жатыр. Осындай өзгерістерге ілесу үшін мектептерде тек дәстүрлі оқыту әдістермен шектелмейтін, заман талабына сай бейімделе алатын жаңашыл ұстаз қажет. Жаңашыл ұстаз бұл тек оқулықтағы біліммен шектелмейтін, оқушыларды еркін ойлауға, зерттеуге және шығармашылыққа жетелейтін педагог. Ол заманауи технологияларды меңгеріп, білім беруде интерактивті әдістерді қолданады. Мұндай мұғалім оқушыны білім алуға қызықтырып, оның және қабілеттерін дамытудағы басты мақсат етеді. Жаңа мектептің басты ерекшелігі оқушылардың тек теориялық білімін алып қана қоймай, оны өмірде қолдана білуі. Сондықтан жаңашыл ұстаз сабақтарын өмірмен байланыстырып, оқушыларға білімді түсінікті әрі пайдалы етіп жеткізеді. Ол дәстүрлі әдістерді заманауи тәсілдермен ұштастырып, оқушыларға жай ғана ақпарат бермей, олар өз бетінше ойлауға, шешім қабылдауға және зерттеуге ынталандырады. Сонымен қатар жаңашыл ұстаз үздіксіз ізденісте болатын, өзін өзі дамытуда ешқашан жалықпайтын тұлға. Ол жаңа педагогикалық әдістерді меңгеріп, заман талабына сай білім беруді жетілдіріп отырады. Мұндай ұстаз оқушы үшін тек білім беруді ғана емес, бағыт көрсетуші, қолдаушы және үлгі болар тұлға. Логикалық ойындар баланы тапқырлыққа, логикалық ойлауға баулиды, өздігінен шешім қабылдайды, салыстырады. Балалардың қызығушылығы артады, танымдық қабілеттері дамиды. Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын бізде құндылық айы қандай айы? Ақпан айы қандай құндылық? Жасампаздық және аптамыздың дәйек сөзі? Сұрақта атайын. Видеопад редакторының құралдарын атап, нысандарды кірістіру, мәтіндік жұмыс, аудиофилер, жазу, сақтау, мәтіндік... Жақсы, жарайсың. Отыра ғой. Келесі. Ақнұр, саған қандай сұрақ келді, кәне көрейік. Қандай сұрақ келді саған? Видеопад редакторында видеоны қалай өңдейміз? Видеопад редакторында видеоны қалай өңдейміз? Видеопад редакторында видео өңдеу барысында керек емес бөлігін кесіп алып тастауға болады. Ол үшін қызыл меңзермен белгілеп, жою батырмасын немесе делет пернесін басамыз. Жарайсың, жақсы. Келесі сұрақ Шахмардан. Қандай сұрақ келді Шахмардан? Не дейді? Арнайы тақырыптардағы видеоны қалай жасауға болады? Арнайы тақырыптардағы видеоны қалай жасауға болады? Арнайы тақырыпта қатысты суреттерді немесе интернетте дайын тұрған суреттерді бумаға жинақтап алуға болады. Жарайсың, жақсы, отыра ғой. Саған келген сұрақты оқи ғой. Кәне.
Видеопарт редакторында видео жазбаны қалай сақтаймыз дейді? Видеопарт редакторында видеоны сақтараны как батырмасын басу арқылы видеоны сақтаймыз. Жарайсың, отырамыз. Аллана, есті көрдіңіз ба, я? Енді қазір есті ашқан кезде ішінен суреттер шығады, я қазір. Бала, не бересің? Қой, бағдарламасы берейін, я? Ал, мынау ше? Енді? Мынау ше? Ал бүгінгі сабағымыздың тақырыбын жазып, барлығымыз презентацияға арналған ақпарат дәптерлерімізді ашып, бүгінгі күнді жазып, тақырып жаза қойдық. Презентацияға арналған ақпарат сабағымыздың мақсаты слайд үшін макетті таңдау, ақпаратты іздеу, яғни ақпаратты қайдан іздейміз? Компьютердегі файлдар, думалар, құжаттағы мәтінді түрде, болмаса браузер параметрлерін қолдану арқылы біз ақпараттарымызды іздеп табуымыз болады. Бүгінгі мақсатымыз осы. Презентацияға сөйлеу, мәтін, дыбыс, видеоларды да қажетімізге қарай тақырыпқа сай бейімдеп қосуға болады. Презентацияны PowerPoint программасының көмегімен жасаймыз. Программаны іске қосу барлық программалар Microsoft Office, Microsoft PowerPoint командасын орындаймыз. Ақпаратты қалай істеуге болады? Презентацияға қажетті ақпарат компьютерде сақталған болса, оны тез іздеп табуға болады. Ол үшін ақпараттарды жұмыс істеуде ыбас мәзірдің көмегімен іздейміз. Презентацияға арналған ақпараттардың кейбір суреттер мен мәтіндерді көбінесе интернеттен аламыз. Интернетке кірген кез келген жаңа қолданушы браузер ұғымымен таныс болу керек. Сабағымыз түсінікті болды ма? Жаңа сабағымыз түсінікті болды ма сонымен? Презентацияны қалай жасау керектігі және ақпараттарды қайдан алу керектігін жаңа видеода барлығын айтып кетті, я? Енді соған байланысты дәптермен жұмыс жеке тапсырманы орындаймыз. Барлығымыз дәптерімізді ашайық. Тақырда тұрған тапсырманы орындаймыз. Тапсырмамыз біздің компьютермен жұмыс, яғни практикалық жұмыс, я? Бүгін біз қандай программаны өттік? Қандай программа өттік? Презентация жасау программасын өттік. Енді біз қазір компьютерде презентацияны қалай жасау керек, я? Мысалы, қоршаған ортаны қорғау тақырыбы бойынша 5-6 слайдты жасап, практикалық тапсырма түрінде үйренеміз, я? Жақсы, жарайсыңдар. Балалар, біз компьютермен жұмыс жасап болғаннан кейін не істейтін еді? Тергізу жаттығуымызды жасаймыз, я? Барлығымыз орнымыздан тұрып, тергізу жаттығуын жасаймыз. Қазір біз көздің отырып сұрасамыз. Басымызды бұрмай, көзімізбен оңға және солға, оңға, солға. Көзді ашымамыз. Енді көзді жоғары төмен. Ал енді балалар бүгінгі сабағымызды сабақта бекіту үшін Бамбайза платформасы арқылы, жасанды интеллект арқылы біз сендерге ұяшық арқылы тапсырмалар келдім. Сол бүгінгі сабақта не түсіндің, не үйрендің, қандай сұрақтар келді бүгінгі тапсырмада, соны әр қарай сұрақтар арқылы жауап беретін боламыз. Енді слайдқа мәтін қосу үшін қандай құралдарды қолдануымыз қажет? Ставка бөлімден написать батырмасын басып қарау. Жақсы, жарайсың. Қай ұяшық таңдаймыз? 10-шы ұяшық. Ctrl-G қызметі қандай? Қайда қиындықта Ctrl-G? Жүктелген файлдарды сызылып оқу. Жақсы, жарайсың. Келеу. Әлия. Загрузки бөлімінен көреміз. Жақсы, жарайсың. Мұхаммед. Ctrl-V қызметі қандай? Не істейді Ctrl-V қызметі? Бет белгілерді қосу. Қазір көрейік. Жарайсың. Ctrl-H қызметі
қандай қызмет атқарады? Тарихын қарау қызметін атқарады. Жақсы, жарайды. Жақсы. Бүгінгі сабағымыз саған қалай түсінікті болды? Түсіндің бе бүгінгі сабақтан? Не үйрендің? Ұнады саған? Айта ғой. Бүгінгі сабақ өте қатты ұнады. Бүгінгі сабақ өте қатты ұнады. Өйткені апайдың маған видеолары өте қатты ұнады. Сабақтары да ұнады. Мен сабаққа қызыға қарадым. Сабақты толық түсіндің ба? Иә. Жақсы. Қай түсті таңдаймыз? Бүгінгі сабағымыздан қандай тұстар ұнады саған? Не түсіндің бүгінгі сабақтан? Қай түсті таңдаймыз қазір? Иә, не себепті? Себебі апай апайдың жасаған интеллект видеосы маған қатты ұнады. Сабақта мен жақсы түсіндім. Жақсы, 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 отырамыз.